жоққа шығармаймыз. Құрдасымыз қазандасып жатқанымыз ғой. Жақсы, олай болса бастауға рұқсат етіңіздер. Бүгін енді қоғамдық тыңдауда екі мәселе қаралып тұр. Бірінші мәселе бойынша 2025 жылға арналған Арал Петролиум Капитал ЖШС жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің шығыс Шағабұлақ кен орны объектілері үшін шығарындыларға жол берілетін нормативтер жобасын түзету және де шығыс Шағабұлақ кен орнындағы номер 308 ұңғыманың көлге бағытталған бүйірлік оқпанның бұрғылау әдісімен қайта жаңартуға қоршаған ортаны қорғау бөлімі бойынша өткізілетін қоғамдық тыңдаудың бағдарламасын таныстыру өтейін. Қатысушылар тіркеу аяқталды. Енді кіріспе сөз ретінде таныстырып жатырмын. Енді осы жерде төраға ретінде жиналысқа өзімнің заңнамаға сәйкес өзім боламын. Енді хатшысын тағайындасақ дейміз. Бүгінгі бірінші мәселе бойынша Қылышбаев Ғабит Ордабайұлын ұсынамыз. Дауыс беруіңізді сұраймыз. Қарсылық жоқ па да? Барлығы бір ауыздан қабылданды. Олай болса баяндамашыны тыңдауға 15 минут уақыт беріледі. Сұрақтар мен жауаптар пікір алмасуға қосымша 20 минуттай уақыт беріледі. Олай болса регламент бойынша баяндамашыны сөзіңізді шықсаңыз. Құрметті қоғамдық тыңдаушылар, отырып айта берейін бе? Біздер бұрында алдында да келіп бүгін тек қана 308 ұңғыманы қайтадан қалпына келтіру жұмыстары жүргізіледі. Соған байланысты біз қоршаған ортаға эмиссияларға рұқсат алу үшін келіп отырмыз. Енді бірінші НДО жобасына келейін. Бұл жаңа тағы да айтып өтейін, эмиссиялар нормативтері түзету енгізу үшін келіп отырмыз. Бұнда 2025 жылға мұнай өндіру көлемі 46.500 тонна, бір жылға газ өндіру көлемі 8,7 миллион метр куб. 25 жылы жалпы ауданы 432,366 тонна жылына ластауыш заттар бөлінеді. Өндірілген газдың жалпы көлемі 26,266,812 метр куб газы техникалық қажеттілікке, қалған газдар Айбек-Мола кен орнына жіберіледі, газ өңдеу зауытына. Енді олар санитарлық қорғау аймағы 2412 метрді құрайды. Ластауыш заттар шығарындары есебі эра бағдарламалық кешенмен орындалған. Санитарлық қорғау аймағы шегінде 1 ПДК-дан төмен. Енді келесі жобаға келетін болсақ, келесі тақырыпқа. Номер 308 ұңғыманы апаттық жағдайда болғаннан кейін бұны көлденең бұрғылау әдісімен қайта жаңғырту жұмыстары жүргізіледі. Бұл жұмыстарға ZG50 бұрғылау қондырғысы немесе жүк көтергіштігі 315 тонна ұқсас қондырғылармен жүргізіледі. Бұрғылау ұзақтығы 152 тәулік, жобалық тереңдігі 4590 метр, көлбеуі 5058 метр. Ұңғыманы бұрғылау барысында атмосфераға 291,8 тонна ластауыш заттар бөлінеді. Өрт қауіпсіздігіне және техникалық мақсаттарға ауызсуға 403,6 метр куб су пайдаланылады, 346,4 метр куб су шығарылады. Құрылыс барысында 970,15 тонна бұрғылау шламы, 943,48 тонна бұрғылау ерітіндісі, 0,37 майланған шүберектер, 0,75 тонна жылына босаған ыдыстар және басқа қалдықтар шығарылады. Бұл қалдықтар келісімшарт бойынша полигондарға және мамандандырылған мекемелерге жіберіледі. Осы сонымен қатар кәсіпорынмен өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы қалыптастырылған. Осы бойынша кәсіпорынның атмосфералық ауасына, топыраққа, санитарлық қорғау аймағына, судың ластануына және радиациялық қауіпсіздікке өндірістік бақылау жүргізіліп отырады. 90 сайын жүргізіледі және бұлардың есебі республикалық экопортал интернет порталына шығарылып жарияланып отырады. Сондай-ақ экологиялық департаментіне тапсырылып отырады. Сондай-ақ қалдықтарды басқару жобасы әзірленген. Бұл жаңа қалдықтардың қоршаған ортаға әсерін төмендету мақсатында құрылған. Бұнда да жаңа енді қалдықтардың тізімін айтып өтейін. Құрамында мұнай бар шламдар 6 тонна, майланған шүберектер,
люминесцентті шамдар, сылау материалдарынан қалған ыдыстар, май сүзгілер және басқа да қалдықтар түзіледі. Барлығы қалдықтардың барлық көлемі 6977 тонна жылына. Оларда арнайы орындарда қалыптастырылған контейнерлерде, ыдыстарда сақталып, мамандандырылған мекемелерге утилизациялауға жіберіліп отырады. Сонымен қатар кәсіпорын 2025 жылға арналған қоршаған ортаны қорғау бойынша іс-шаралар жоспары әзірленген. Бұл бойынша газды мамандандырылған мекемелерге жіберу 8.333.000 куб және өз қажеттіліктерін жаратуға 266,812 куб метр жұмсау, жер қойнауы жай күйіне экологиялық бақылау жүргізу, өндірістік база және санитарлық қорғау аймақты көгалдандыру және жыл сайын 300 тұрағыш отырғызу, кәсіпорынның өндірістік қызметі барысында бұзылған жерлерді қайта қалпына келтіру, рекультивация жасау, биологиялық және техникалық тұтыну қалдықтарын полигондарға шығару, өндірістік экологиялық бақылау жүргізу, жабдықтарға кезең сайын технологиялық қызмет көрсету жүргізу қарастырылған. Осымен қысқаша баяндама аяқталды. Тақырыпқа байланысты сұрақтарыңыз болса, аты жөндеріңізді айтып, сұрақтарыңызды қоя берсеңіз. Бұны қай мекеме қадады? Бұны әлі нақты шешілген жоқ. Тендері ойнатылады. Біз пока эмиссия ғой алайын деп жатқанымыз. Енді бұрғылайтын компаниялар ол Великий Стена болуы мүмкін, Восток нефть болуы мүмкін, тағы да кім тендерге қатысып ұтып алады, сондай компаниялар. Түсінікті. Сосын енді жаңағы ластанушы заттар дедіңдер ғой, бәленбай тоннадан адам, бәленбай тонна. Сол енді құзырлы органдарға, нелерге әрбірі неге тапсырылады дедіңдер ғой, солай ма? Полигондарға. Ол қай жердегі полигондар? Бәрі осы территориядағы полигонға, Ақтөбеге апармайды ғой. Ақтөбеге апармайды. Ал енді сол полигондардың атын атап бересің ба? Мысалға, пландадыңдар ма? Кім жаңа шүберектерді қайда тапсырасыңдар, жаңа ыдыстарды қайда тапсырасыңдар, шламды қайда бердіңдер. Ол шлам открытый, қай неге полигонға тапсырылады. Осы территорияға бәрі білдіретіндері, осы біздің айнада. Соған тапсыратын. Маған айтып бересіңдер мысалы, бөліпті. Бізде Таза жер деген компания ғой. Оның өзінің отведенный полигоны бар. Олардың бүкіл Айманда, қай жерде полигондар бар? Полигоны мына не жақта, жаңа жол жақта. Ал енді ол қалай сендер бұлар тендерге біреу ұтып алады, оны қазақ, оны апарады да жаңа шламды апарып бір жерге тапсырады, ол ашық күйінде жатыр, оның бәрі шығып жатыр. Біз қалай уланып жатырмыз, солай уланып жатырмыз. Ол уланғанда қалай уланасыз? Ол компания, ол жай компания емес. Ол компания өзінің лицензиясы бар. Жаңа полигонға алған рұқсаты бар. Бұл жаңағы люминесцент лампы, май деп отқандарды біз оны Ақтөбеге стратегия Роста деген компания бар. Соларға апарып тапсырамыз. Неге сен оған түсіп көрмейсің сонда? А мына жаңағы шлам нелерді ол сияқты полигонды Ақтөбеге апара алмаймыз ол. Жақын жердегі компаниялар алады. Тендермен ұтып алады оны. Біз оны компания таңдап отырмыз. Сіздер проект жасаушы ғой, солай ғой да? Сіздер проект жасайсыңдар, сосын бересіңдер, ұтатын тендермен ұтып алады. Солай ғой да? Енді сол тендерді ұтып алған компаниялардың бәрімен сіздер тағы келулерің керек қой халыққа. Әрқайсының өзінше түсініктеме беру керек қой халыққа. Мен мінекей мынандай отходты аламын, осындай менен не шығады, мынандай. Тендер уже күтіп кетіп отырсыздар ғой. Проектін жасадыңдар, болды, уже все. Өтен компания ұтып алады, ол қазақ, ол тапсырады. Баяғы қасқа қазақ, осыған бәрін уланатын солар. Қазір денсаулық жоқ қой сарада біреуінде. Одан бөлек мына сіздердің де нарушениеңіз көп қой. Түнде жіберетіндеріңіз соған байланысты көп нәрсе халықтың қашан тоқтатасыздар соны? Түнде жіберетін заттарыңыз бар. Мына неде бәрі қарастырылған ғой сіздерде. сосын не ма? Таңертең 8-де любойыңыз өтіңіздер мына жерден асфальттан кеңті үйден төмен сайына қарай. 9-ға дейін енді тұрады. 9-ға дейін. Күнде өтемін сол жермен, иә? Оны енді
Бізде де білікті балдар бар енді ауылда сауатты нелер. Оның нарушениелерін іздеп жатқан жоқ қой ешкім. Мынаны тоқтату керек қой сіздерге. Сіз келген сайын осы теманы айтып кетесіздер. Бізде ондай выброс жасайтын ештеңе жоқ. Выборсена пропускать етіп тұрған сияқты, Жоқ, по-моему. біз газымызды қазақойлға что күндіз, что түнде бір Иә, жұмыс иә. қой. Жоқ, былай да енді бұл жерде иіс бар да. Біз Иіс бар, кәдімгі иіс. Фактически любой күн деп айтты ғой. Жаңадан Любой маған күн. хабарласқан. Арал петролимді звондан азаматтар ауылдың. Сәке соны ылғи да жаңағы сен сияқты шығамыз. ана оператор балдар бар. Мынау мындай жіберіп жатыр деп ана кейде айтады, мен түсінбеймін ғой ондайларды. Да, енді өзі істейтін балдар. Жоқ, ол Ондай енді нарушениелер керек болса балдар деген қазір бір видеомен дайын жүр балдар деген. жоқ, бұл жерде былай ғой. Сіздерде де фактически өздерің жібермегенмен де или там сепаратордан жіберіп, иіс бар. Өзім лично өзімде өттім, мен де өтем. Мен де сол Жаргендер ауылының тұрғынымын, мен де сол сұрақ Шачова қаласына біздер деген таң ата ана жел мына жақтан шыққанда тіпті таң ата лоқсып тіпті сөйтіп оянамыз айтып оятып тіпті лоқсып әр жағында тіпті мұрнымыз удай ашып үйге түтін кіріп мына қазақ ойылдан ондай иіс шықпайды. Мына күтті қандай мекеме мына Арал петролимнан ауылға пайдасы жоқ, халыққа пайдасы жоқ, тек уланып жатыр. Біздер шаққа тұрамыз таңертең, басымыз айналып лоқсып өле жаздаймыз. Ол нормаға сәйкес пе, мен білмеймін ол жағын. Нормаға сәйкес болса мен олай енді атырап етпеймін шығар газдан. Мен де сол сұрақпен келіп отырмын, басқа сұрағым жоқ менің. Оны иіс бар енді. 90 Мына Еділжан айтып отқан ана сайдан, сол мына ауылдың сайына тұнады. күнегенде еске жұму күнеге. Ол енді біздің ауылға енді келіп жатыр ғой. Мен ана заводтан, қазақ ойылдың заводынан мен ондай иіс көрген жоқпын. Кешкісін ауылда Ондай иіс жоқ. Бірақ Қазақ ойылда ондай иіс жоқ. қаяқтан келген білмеймін. Қаяқтан келгені жеріне жақтан ба? Иә, осы Жеп қаяқтан шығады, сол күні өлесің. Жоқ, фактически бірақ иіс бар. Мен лично өзімде өтем, сол жермен, иә. Иіс бар. Бар болғанда Жаңадан маған- шамадан тыс бар, Иә. шамадан. Енді былай да оны тексеретін құрылғылар бар işte мысалы қай уақыт қанша тексеріп отырсыңдар мысалы практически айына ма қалай 90 сайын тексеріп отырса 90 сайын монитор мысалы Жоқ, бізге оны 90 сайын емес, бізге күніге тексерістерін керек бізге деген. Ол не білем мынау иіс. Болмаса тексерту керек қой бізге. Өзімізде на рабочем месте газ сигнализатормен операторлар нетіп жүреді ғой. Вот соны жоймай жатсыздар осы. Біздер енді неге атырап Жылма кетпейді газдан? жыл келген сайын осы әңгімені айтасыздар да жойылмай тұр да сол. енді Халықтың бәрі біледі оны. жалпы неден болуы мүмкін Алеке, ол енді халыққа Иә, айту көп қой нарушениелер. Ана ашық құйып жатыр ма содан ба білмеймін. Ашық ана. түнде жібереді по-моему менің ойым енді Сағатта оянамыз, ұйқымнан кейін содан оянып білдім Жоқ. жаздың несіне. айтып жіберейін енді мен де енді жұмыста жобасын білетін менің ойым жаңа сіздер стояқ тұрған жоқ қой машина заправить дейді сол кезде по-моему газ полный ажыратылмайды Жоқ, біз отстойға қоямыз ғой. жоқ тыңдаңыз енді айтып жіберейін енді бір айтып қойып сіз айтқан мен тоқтадым менің өзім ойым полный газбен очищение болмайтын шығар может жаңа сіздердің ниеттілер газированный шығар это возможно или нет Енді айтайық қой. Біз оны, во-первых, жаңа не күндіз светлое время суытып қоямыз. жоқ вообще деймін де енді Иә, күндіз 8-ден кешкі 6-ға дейін. Ол түнде ешкім жоқ түнде емес та енді былай иіс бар еді налив жасамайды. фактически мен өзім тонадан Бұл жерде енді өздеріңіздің біліп отырсыздар ғой енді. күн өттім да иіс бар енді лично өзім сонадан күнде өтпеймін да енді жетісіне бір екі рет өтемін дәл сол жермен өтемін Біздер иіс бар Күнде өтеміз біздер күнде. мына дәл жаңа Оршам жігіттер былай, міне өздерің көріп отырсыңдар ғой. Бізге мен қайта ауданның әкіміне талап қойып отырмын, ауылдың әкімінен. Бізге независимый эколог керек деп. Осы жаңа жыл біздің Жаңаудаққа Баттықол ауылдық округ бойынша деп. Олар облысқа жаздық, бір нені сіздерге штат нетсе береміз деп. Вот соны біз халық болып қоймауымыз керек. Иә, дұрыс айтасыз. Түсіндіңіздер ме? Халық болып қоймауымыз керек. Вот сол эколог болса, шайтан істемейді бұлар. Ол сауатты болса, түсіндіңіздер ме? Сол қағаз керек, основной сауатты қағаз керек. Қазір айтамыз, қоямыз, болды кетті бәрі. Бізге сол маманы керек. Вот сол талап етуіміз керек экологты. Облыстан талап етуіміз керек, жазуымыз керек бәріміз. Болды, бөтен сюжетте қояды.
қазір экология қатты нетіп жатыр, алып жатыр қолға. Пока аны неге жібере Бұл жігіттер қазір проектін жасады, шыққан жоқ, ештеңе жоқ, бәрін жасап қойды, әп-әдемі болды. Уланып отқан біз. Негізі ауылдан бәленбай километр ол жоқ болу керек қой, оны бір тамыр-тазбен ол алып мәселе былай ылғи бұлат сұрап қой. Болды, все, бөтен ештеңе жоқ. Біз Қазақстан соған кетті қазір. Бақшана былай ол үшін мына өтетін осы өтіп отырған қоғамдық тыңдаудың өзі онлайн болу керек. Онлайн болып мынандай видеоға түсіріп ана жаққа апармыз онлайн болу керек. Экология сіздерге жіберді ғой, департамент экология. Солармен прямо отыру керексіздер осы. новый объектілер бойынша не істейміз, порталға онлайн жасаймыз. Ана уже өзгеріс қой, корректировка онлайн талап етілмейді. Талап етілмейді, жаңғыртты. Негізі осы любой қоғамдық тыңдау бұл экологияға байланысты ғой. Олардың бір представитель болу керек болса, или бар ма арамызда? Мына біздер сіздердің сұрақтарыңызға неге? Жоқ, мысалы ол сіз фактически жазатын анықтаманың өзіңіз ғой. Мысалы, ол қағазды мына кісі апармайды, сіз өзіңіз апарасыз. Олардың экологтардың представителі осы жерде болу керек. Ана Негізі. бұрында прямой эфир болды ғой. Управление природных ресурсов соны айтып отқан. А қазір оны алып тастады, қазір видеосын тапсырамыз бізде. Тапсырады олар. Сол хаттамаға Сол қазір қойылған сұрақ деп тұрды ғой. соған сұрақтардың бәрін жазамыз, жауаптар жазамыз. сосын оны өздері қарайды порталда, экопорталда. Ол қарайды ғой. Эколог, есть эколог, ол маман. Сізге бірнеше сұрақты қояды. Біз қоя алмаған сұрақты сізге кәдімгі факсін кетіп қояды. Түсіндіңіз ба? Біздер тек өзіміздің тек қазақша қойып отырмыз. Біз білмейміз ғой. Біз тек істемемізді біліп отырмыз, ауыратынымызды айтып отырмыз. Болды. Сол себепті бұларға эколог келу керек бұндайдан бір. Сіздермен бірге деген ғой ойым. Ол өздеріңе көкпарын емес, ол Ақтөбеден шақырту керек, облыстан, ауданнан, облыстан. Ауданда жоқ эколог. Ауданда жоқ, сұраныс Қалып болғаннан кейін оны қалдып аласыңдар ғой, солай ма? жоқ, бұл кісілер проектировщик, мына кісілер негізі аралап кетіп ойын. Бұл кісілер проектировщиктер. Кімге шешілді? Сол қалдып алған кезде, мысалы енді қазір қара, мына жерге қазір мал түсетін қаптаған шұқыр. Біледі ғой, балдар, масекенің барлығы. Істеген шұқырдан күнде шұқыр. Бәрі ол мен қазған жоқ, осылардың несі ғой. Осылар қазір, осылар көнбей кетті. Мал түсетін жерден көп-ақ, суға не батқан малдарымыз батады, шұңқырдан қаптаған шұңқырдан көмейді. Мен осыны қабылдап алғанда, ана кісі қабылдап алғанда деп отыр. Қабылдап алғанда ананың бәрін көмдіріп сөйтіп кетсе, жақсы болар еді. Әйтпесе мына қоғамдық қабылдап алғанда қазып жатыр ғой, Арал петролиум, Каспий нефть, мысалы, бізге не пайдаларыңыз бар, сіздердің негізі? Тек уланып жатыр біздікі. Не пайдасы бар ауылға? Мына Арал петролиумның не пайдасы бар біздің ауылға? Мен қалай не пайда? Біз Қандай пайда бар? тапқан немізден неге Қайда? налог төлеп отырмыз. Жоқ, бізге мына уланып отқан халыққа Местный бір не бар ма? населениедан енді жұмысқа нетіп отырмыз. Облысқа түсет шығар, солай ма? Иә. Сіздер әлде Районға общий неге районға ма? Қаяққа тіркелгенсіздер вообще компания негізі? Алматыда ғой да? головной офис қой ол. Компания налог қаяққа төлейді? Осында? Осында олар Қандағашқа. неге біздің округқа төлемейді? Енді неге районға төлейді ғой налогтарды. Жоқ, по-моему, Алматыға сияқтысыз. Жоқ. Ай сайын төлейсіздер ма? Жоқ. Айына қаншадан? Біз ертең Енді төлеп кетуіміз керек қой. бухгалтериядан уточнить ету керек, нақты сумма. Ауданның әкімінен. Жоқ, халыққа көмектеріңіз бар ма? Айтып жатқан. Халыққа енді Әлеуметтік жағынан. Не беріп қолымыздан келгенін көмектесіп жатырмыз енді ол мен айта алмаймын қазір прям неттікте кезінде енді өздерің білесіңдер ғой саламат жол салып берген кездер ол қаяққа жол салыңдар? осы мына Жағабұлаққа дейін сосын мына машина берді кезінде. Жоқ, қазір бір көмектесіп отырсыздар ма? Ол енді где-то 15 жыл бұрын. енді қомақты жаңағы көмектер Арал петролиум. Ол кезде инвестор басқа болды ғой. Қазір енді қолдан келгенше енді тоқтатып жол. спонсорский помощьтар там мероприятиялар сондайға. Анадағы шлагбаумды алдыңдар ма?
қайсы анау іштеріңнен өтетін іштеріңнен. алып тастады ғой. Сонда да ар жағын жолын дұрыстаған жоқпын. Оны міне қар енді басқалар анау сайменен, балшықпенен, деңгейіміз бар, бірімізді біріміз түйреп, бұл жерде малымыз шақ бардың. оны алдыңғы неде айтылды маған. Мен енді мына қар енді кетті ғой. Пландап отырмыз. Щебенка төгіп, ана жерде ана тростарды қиып, ана жерден бір жол ашып берейін деп отырмыз. Жоқ, неге енді бізге келіп отырсыңдар. Осы жағдаймен міне келіп қоғам тыңдау жасап отырсыңдар. Сондай мәселелерді неге әуелден шешпейсіңдер? Бұл халыққа бір жағдай сияқты, не ары біз ана шұңқырмен жіберіп, аяқпен жіберіп деп. Жоқ, шұңқыр емес, қазір енді мына жақтан щебенканы енді нетейін ба? Не дейді ғой, неше жыл болды қалғандарыңызда? кеше бұл кісінің айтуы аналардан тіке бар ғой, әрі қарай шамалы бір проход жасап Щебенка төсеп осыны пландап отырмыз. Айтқан неше жыл болды соған? дұрыс айтуы. иіс аға иә сосын де кеше көп балдар жоқ қазір кеше енді ушу болды Иә. ватсапқа жіберді ана Каспингердің жақын жерінде кәдімгі апан иә жер Ойылып кеткен жер. ойылып Каспий кәдімгі Мына сіздермен екі ортада бірақ ол Иә. по-моему анау енді білмеймін оны жаңа кеше балдар енді көшеде де айтып жатыр да соны Жер қойылған ба? жер кәдімгідей мынандай ғана ойылып тесік, иә? мынандай Мына- тесік ішінен Жоқ, бәрі көрейік, ол біздің территория Котлован. емес, просто біз ол жақта жоқ вообще айтып неткен жатыр жоқ. Иә, а сіздер де ертең енді қисық қазасыздар былай жоқ, қазасыздар көмектесіп көміп та берейік, если ондай не ететін болса. Мен ол жаққа бармаймын, ол Каспийник. уже мысалға айтып Иә, жатырмын вообще. сіз зияндықтарын Ондай айтып жатқан ғой ондай апан бір нелер болса, көмейік, ода тұрған. мына жол дегенді сіздер деген ойдай болды айтылғаны ол Біз біздер өзіміздің көктемде бір- көміп тастап жатырмыз ғой. иә мына жол деген ол Иә, иә. бұрыннан айтып Оны міне жатқан жоқ. бұйырса міне щебенка 200 тонна не заказ беріп, осы тоже тендер ғой. Тендерге нетіп, соны мына пландап қойдым. Осы қар енді кетті ғой. Бұйырса оған жаңа погрузчик керек, оны жаю керек. Ал енді мәселе сол погрузчик техника дегенге байланысты мен айта кетейін өзім осы халықтың ұсынысты қай нәрсе жұмыс жасап жатса да осы жергілікті жердің азаматтары бар, погрузчиктері бар, мысалы Иә. қобалары бар жаңағы шахмат. Соларға бір жұмыс қылып берсеңіз деп. Әйтеуір бір пайда жаңа мына Елжан азаматтың айтып Так, жатқан осы ауылдың жігіті емес па? Мержан мен Алты кім жүз, жаңағы Мержанды алып иә. жүр. Тажибутовты біз Иә, қойдық қой, иә. В общем өзім немді ұсынысым. сол Сосын жаңағыдай ғой жергілікті жерге пайда дейді айналып келгенде енді бұрын инвестор басқа болған уақытта жақсы көмектесті аралап бүйтіп отырды. Ендіге байланысты қазір данный момент фактически бір кішкентай ғана қалай көмектесіп жатыр енді сіз білесіз ғой. қазір енді арал Осы петроль жылда енді 2 жыл қатарынан қанша мына медпунктке білесіз ғой енді былтыр сұраныс негізінде ноутбук принтерлерін алып келіп жатыр. Сосын алдыңғы жылы балабақшаға не алып келдіңіз? Сосын жылда үлкен хаттарды газетке баспасөзге жазылу жөнінде әйтеуір өздері ұсыныс жасайды. жоқ оның енді ол Тегін жазып берейік бір жылға деп. газетті бұл неге араластыруға мысалы біздің ауылдың программа тұрғындары сіздердің біреудің скважина газет скважина осы істемей тұрғанға оған қатысы жоқ біреудің қой үлгісі ешқандай болған сіздер көмек сұрады ма жазып береді. көмектен отказ бермеу керексіздер ғой сен ақшасын 3 километр жерде жергілікті түсіп отқан жоқ. Қолдан келген. Оған жоқ айтады бұл жеке екен. Жоқ, білемін ғой, жалпы айтып жатқанбыз Иә, иә, ол жеке айтып ақсақалдар жатыр. үйде қора тұрмас. Алдында бір мероприятие труба сұрадыңдар да, Иә. сондайға беріп. Неге ғой жаңағы ас бергенде ғой. Ал енді жаңағы дальнейший мен Алмат мырза сіз енді бұл жерде практически әлеуметтік жағынан көмектесеміз деген ешқандай ол как инвестормен сөйлеспей ештеңе айта алмайсыз ғой былай қарағанда солай емес пе? Нақты шешімді айтамын да өзіміздің түсінем бұл жерден сұрап отқан халықтың өзімнің ойы былтыр біз суға кеттік паводкіге байланысты білесіз ғой енді соған байланысты мына елді мекенде бір кейбір көмектер бар деген сияқты соған бір өздеріңіз ойланып приближительно бір мынандай затты мына әкіммен согласовать етіп қоғамдық кеңеспен согласовать етіп бір определенный бір суммаға дейін да оны енді сіз өзіңіз шешпейсіз да Олар үлкен бастықтар иә соған осыны ұсыныстар Балабақшадан баламай келу керек қой. иә Болды. балабақшаның берген тізіміне қарай өздерінің мүмкіндіктеріңізге қарай көмек бере алсаңыздар
тағы да көп қой мысалы Сосын Мейрамбек біздің бір мұқтажымыз, біз қазір телефонмен сөйлесе алмаймыз. Бізде қазір сеть ұстамайды. Жаңа интернетке кіруді қойдық, балдарымыз қазір телефон арқылы оқиды. Сосын қазір үлкен кісілердің бәрі учетта. Бір жаңағыдай неге вызовқа шақырайын десең телефонын ұстамайды. Енді мына Каспий нефтіден, Арал петролиумдан не көмек бар бізде. Ал жаңағы ешкімі біздің ауылдың саны жетпейді деді. Саны жетпесе енді сол адамдар енді балдар оқымай, адамдар сол негізінде жүгіріп қалады. Ол енді, бұл енді маған қатысы жоқ қой енді. Мен кешегіде управление цифровизация деген бар облыста бізде. Цифрландыру басқарма. Соған бардық. Қазір Жаркемер бұнда 81 болды, қазір 50-ден астам ғана тұрғын бар. Сондықтан қазір 100-ден астам тұрғынның өзін біздер өткізу қиын болып отыр. Енді ол әңгіме вышка ұруда емес, вышканы ол аудандық бюджеттен аудан әкіміне айтсақ қойып береді. Ол құрған қондырғылары актив болсын, белай болсын, олар қондырмаймыз деп отыр. Бізге пайда жоқ дейді Оларға пайда болмаса, бізге бір телефонмен сөйлестік, бір үйден баяғы ғана домашний телефонмен. Сол кезде тақ телефон фамилиясын ұмытып, анесін ұмытып қалып тұрмын. Сол кісі бізге андай немен қондырып берді, спутникпен өзінің несінен. Мысалға сондай бір мекемеден қазір неше түрлі құрылғылар бар, 35 мың 40 мыңнан. Усилителер сондайлар қондырып берсін. Бір бөлмеден қараймыз қайтып, балдар оқиды. Бір бөлмеден. Сондай жағынан енді мына кісілерден осындай сумма бөлініп жатыр дегесін, соны сұрап жатқанымыз, соның бір бөлігінен бір. Жоқ, ол әр кетсе бір 500 мың кетеді. Ол Жаркемерге деген мысалы 35 мың болса, қазір 16-15 ақ үй ғой. Қымбат емес енді. Сондай вариантын айтып жатырмыз да, сол жағынан көмектесіп хотя бы. Ол ұсыныстар. Біз енді мұқтажбыз деп айтып отырмыз, балдардың бәрі телефонмен. Сосын үлкен кісіне үйдің аумағында ұстап отырса да. Үйде 2 кісі бар, мен үлкен әкем мен шешем, екеуі де учетта. Таңертеңнен кешке дейін ауырады, бір пакет дәрілері бар. Скорый шақырайын десең телефонын ұстамайды. Сөйтіп жағалап жүреміз. Бұл ұсынысыңыз әзеке дұрыс, ұсынысты енді қабылдап отырмыз, хаттамаға да қабылдаймыз. Бірақ екінші жағын айтты да, картел актив. Олар айтып отқан екінші жағы көрші жатқан ауылдың несі әлсіреп кетуі де мүмкін деп. Өйткені барлық әуеге жинақтап алады, өйткені айтқан. Өйткені біз сағаға сондай ұйымдастырып жүрдік қой, алдында вышка орнамайды. Лучше вышка орнамдар дейді да сағаға. Өйткені басқа қасындағы аймақтағылар әлсіреп кетуі. Біздер күні Шенгелшеге қондырғаннан кейін біздің ауыл ұстамай қалып тұрмыз. Оған дейін жақсы болып тұр. Оны сұрадық Шенгелшеге қатысы жоқ. Бүкіл Билай жасап кетті ғой. Вообще Ақтөбеде де жалпы Қазақстан бойынша Билай. Кешегі Сағада да сондай кеше қондырдық қой, проблеманы айтсақ, болады бәрі нормально дейді жаңағы. Өзінің программасы бар, содан несін көрсетеді шкаласымен. Мынандай. Жаңа ұсынысты давайте онда. Соны шешіп берген, мындай мекемелер ұсыныстарыңды бәріңіз Мәкеңе айтыңдар. Сосын Мәкең бізге жазып берсін, сосын біз енді дальше өзінің басшыларым бар ғой, соларға айтып етеміз ғой, рассматривать етеміз, қайсысын істей аламыз, соны етеміз. Жоқ, қайтқан. Мен айтып кетейінші, мен мектеп психологы жаңағы орта мектебінің басшысын іс сапарға кетеді. Біздің мектеп 2,5 квадрат метр. Үлкен, 2 этаждар. Соған екінші этаждар бізде алаң бос. 270 оқушы қамтамасыз етеміз, мектепте. Соған сіздерден ұсыныс болып тұр, пуфик балдар оқитын. Кітап оқыса да бос уақытында. Сондай бір көмектеріңіз болса деген ұсынысымыз бар. Мына отыратын орындықтар вот пуфик деген кітап. 20-25 сияқты кожандай мектебімізге. Мәкеңе айтыңыз, Мәкең енді ато жан-жақтан етпей бір қағаз жіберген жақсы ғой. Енді балабақша бар, мектеп бар. Сосын тағы да айтатын мәселе ертең сағат 10-да не болады? Сенпесе, енді үлкен компания, біз солғанда ұсынысымыз жасайды ертең. Соған жасана болады. Сол керек болса солай. Оны жазай берсін деп сұрай бересіңдер ме? Көмектерін беру керек нәрсе болса беру. Бірінші қабатта, екінші қабатта балалар енді біздің болашағымыз ғой, ертеңгі күні кітап оқыса да кішкене. Қайда деген көшейде өткен жоқсың, саған керегі жоқ қой. Көшпеймін, кім айтты? Көшейді. Жақсы, онда бірінші мәселе бойынша сұрақтарыңыз бар ма тағы да? Сұрақты жаңа тал егу туралы 3 түп тал дедіңіз бе?
сіздің обязательствода жазылып тұр ау деймін иә жылда егеміз деп айттым ба мероприятие немен экология департаменті келісіп нетеміз ғой мәкеңмен тағы осы неден сөйлесіп мәкең болғанда құдай бұл жерде қай жерге егетіні мына халықпен ақылдасқан дұрыс білесің ғой біздер енді мекемелер ғой беретініміз иә балабақша көбіне мына мектеп. паркке егіліп жүрген жоқ па осы алдында кеңес келесі осылай Иә, иә. етіп біздер Мына сосын жеміс шықпай ағаштарын қалған- алғымыз келіп отыр шықпай қалған алдымыздан ағаштар бар ғой солардың орнына Иә. егіп нетіп жүр сосын акимат басқа біздер басқа жерлерге бере алмаймыз өйткені ол мектеп қарайды балабақша қарайды жылда егіп жүр дегенге көре алмай жатырық та мың туп ағаш қаяқтан үш жүз түк деген көп қой бұл сен ана неге жаңағы акиматтың үй салуға болады ғой жаңағы сол ағаш ол былай ғой талғат аға былтыр алдыңғы жылдан бастап бізде жеміс ағаштарын егіп жатырмыз жеміс ағаштары аз жаңа көп түпті айтып жатқанымыз оны сағаның кіреберісіне егіп жатырмыз сосын ол деген айтатын жасыратыны жоқ 300 түптің 300-де шығып кетпейді иә 150 шықса келесі жылы сол 150-дің орнын толтырамыз дейміз солай ғой солай ма иә 50%, 60% шығады иә ақша бөлініп жатыр жерге шығып жатыр ақша бөлініп жатқан жоқ бәрі демеушілікпен сол демеуші ақша беріп отыр ғой соны жалпы сол оның орнына мысалы мына неге дейді мына жаңағы больницаға бір жеміс ағаштары шығып жатыр бәрі мысалға біз қожасайға сондай алып берсең ол не ол сен жылда ақша бөліндіреді 3 жылда алма жеміс беріп жатыр 300 түкті аласың жасы шықпай қалады келесі жылы тағы егеді ақша анау неден бөлініп жатыр мына оны әдемілеп айтады міне биыл 300 келесі жылы 150 арғы жылы 200 мың ақша ана жақтан келіп жатыр осы су сөлемей кетіп жатыр ол ақша орнына басқа бірде алып иә орнына басқа одан қайта бір жаңағы неге мына детсадқа я болмаса мына айтып тұрған жоқ па мына медпунктке бір жаңағы айтып құлағына жаңағы тағатын бәлесі де көнеріп болған олар даңғырлап сондай бір несе алып берсең я болмаса бұл ішкі ағаш деп әдемі айтқан керек жоқ ол жаңағыда да жазу керек медицинский бір нәрселер көмектесемін деп бұл 300 ағаш деген нәрсе далаға кеткен нәрсе бірақ жасыл сен өмірсе өткенде де айқай болды осы ағаш жөнінде ана серікбай 2000 ба 3000-ға ағаш бердім деп өзің білесің ғой сол үшін ойда сөйлестім енді мен 300 үшін тағы естисің келесіде мен айтамын ана жаңағы анау кім еді ана Арал Петровның басы екеуің сол 300 ағаш жеп қойдыңдар дедің машина ол саған бөлді екеуің ауыз сенің болыңдар 100-дің 200-дің 200-дің ақшасын қалтасына салып алыңдар екеуің болды бітті жазамын ертең мен де сөйтіп былай бақшаға кім талғат аға талғат ағасының дыбы жоқ ғой жаңа не бар ғой айтуларыңыз медпункт балабақша мектепке дұрыс бірақ жасыл желекті мысалға алма ағашын жаңа айтып отқан қожасайға ектік 3 жылда жеміс беріп жатыр мысалы енді мен мекемелерге айтып жатырмын давай біз Қаратауды челекті еге бермейік жеміс ағаштарын егейік балдар жесін 4-5 жылда міне мына жаңа жол жалпы білім беретін орта мектебінің атында да қазір жеміс ағаштары шығып жатыр егейік соларды қожасайда ана нұрланның несіне еккендерің ба иә олар жемісін беріп жатыр мысалға ол жері де жақсы ғой мысалға деймін да сол сияқты жеміс ағаштардан не сол шығар басқа жерде не бар мектеп дейді мектепте ме қаяқтан жеміс ағашты бір сатып отқан жемесің ғой оның артын сұрау болу керек ол өсу керек қой өсу бұл керек контор ұстайтын бір адам керек контор ұстайтын ағаш егу деген бізде балабақша меңгерушілер солар ғой соларға тапсырма иә жаңағы айтып жатқан жатыр ғой сөзді еститін әкім еститін түсіндің ба кешіресіз бізде екінші жоба бар еді соны түсіндірсек соны талқылайық қарағаштың мысалы керегі де жоқ деп отыр иә қарағаш сендер рұқсат сұрап керек па бердің ба сендер рұқсат сұрап келіп отырсыңдар біздер иә сол рұқсат сұрап отырмын әңгіме сол әлі қалтаңа салып алды деп отыр естіп бәріміздің ойды айтуымыз сол ғой енді кім не дейді ол бір ағаш шыққан жоқ ол былай бақшанаға маған келген жеміс ағаштарын мен таратып беремін акиматқа оншақтысын алып қалады жоқ таратып бер иә сотрудничество жоқ таратып бергенде сен таратып бердің ғой сен жақсы таратып бердің бәріне жақсартып болдың енді мен мысалы мен өзім мысалы сен бәленбай мың ақша бәленбай мыңға жаңағы мысалы алды ғой Арал Петровна ақша берді сен аласың еркін ұстап алып еркінге 5 түк ал азаматқа 5 түк бересің ол екпейді да ол жоқ өзіміз серпе жасап егеміз тыңдашы мектептерді ол ертең қурап жөнде қалады сен ана 2000 түкті білесің бе 2000 ба 3000 түк ағаштан кетті ғой енді соған келтіріп отырсың ғой сен де тағы
Енді 2000 түп туралы айтып жіберейін тағы. Ой, Екі осыны мың- да айтып болды Иә. ғой. Осыны 2000 түпті маған сенбесе хабардан хабарсыз бейжай келеді да мына жерге есік алдында 2000 түп ек дейді. Талай келіп тұр спонсорский дейді. Мен не істеймін ол кезде? Мен аудан әкіміне звондадым да 2000 түпті егере алмаймын. Аудан әкіміне. Еренбек, Мә, сізге тарат, сосын акт жасап тарат. Еренбек жаңа айтып отқан жаңағы мен саған пример есебінде айтайын. Осыдан 5 жыл бұрын осы ауылдың 6 ақсақалы біз алып төбеттік. Мектептің қасына. Алма ағашын. Біреу түскен жоқ қой. Біреу мен ектім. Жоқ қой бәрі кетіп болды. Қазанның бірі күні. Қайда ол, иә. Қазанның бірі Ал күні. қайда сол? Көрсін 6 осы ауылдың Иә. беткістер ақсақалдары, Қарамырза бар, Айсағым бар. Ектік. Қайда сол ағаштар? Қазір қайда? Бар ма? 5 жыл болды. Шығып жатыр. Бәрі шыққан жоқ, шығып жатыр. Соны енді пример неге айтпайсыңдар мысалға? Нешеуі шықты, нешеуі қойды? Жоқ қой біреуінің. Енді бала мектептің бер жақ жағына котельный жанында шығып жатыр сол жерде. Енді бәрі бірдей шығып кетпейді әрине, бірақ шығып жатыр. Біздер бақшаға былай, біздер сенбілік жасап барамыз, егісуіне дейін көмектесеміз. Сосын мектеп директорын шақырып аламыз, мекеме басшысын. Ал мынаны қараңдар, сендерде оқушылар бар. Оқушылар еңбекке баулыңдар. Кіші қызметкерлерің бар. Өздерінің ұстаздарыңыз бар. Мен сіздердің талдарыңызды түзетіп жүре алмаймын. Просто былай ғой, сен мектептің директорына бердің, детсадтың директорына бердің, жақсы бердің. Ол шықпайды, ол қарамайды. Шықпай жатыр ғой, жарықпай вакцинаға. Бәрі шықпай жатқан жоқ, талдарға шығып жатыр, қазір орталарда. Тыңда, өзің етпе, ол тыңдап ал. Білдің ба? Сен үш-үстік жібересің де, үш-үстік ертең шықпайды, ол жоқ болып қалады. Жоқ болып қалады үш-үстік. Оның орнына бір дұрыс кәдімгі. Мына жігіт айтып отыр, үш-үстік көгерту керек, нету керек деп айтып отыр ғой жаңағы. Таза нету керек деп, тазалық болу керек деп. Үш-үстікті алып жатыр ма? Үш-үстік жаңағы нені, жаңағы ағашты, сен үш-үстіктің орнына басқа бір пайдаға асатын біресе, осы соны жаздыр сен үш-үстікті қойды. Үш-үстікті қойды. Бір орнына бір 50 түп алма ағашты, өзіңе керегін. Сол ғой, сол. Керегін ал. Сосын қалған. Ана қалған яна 200 бар ғой, қалған жаңағы ағаштың орнына 200 ағаштың орнына. Соның орнына басқа біресе алып бер, Керектерін алып бер дейді ғой. керегін алып бер. Қазір неге бар үш-үстік? Мысалы мына жігіт айтып отыр, үш-үстік маған үш-үстік ағаштың түкке келе бар. Үш-үстікті бұл ана. Жоқ. Енді егу керек деген. ол былай талата жаңа айтуыңыз орында. Мен жеміс ағашын алдырып жатырмын қазір. Оны ешкім де қарамайды. Бұл жерде былай ғой, мен айтайын деген ойым негізі басталған әңгіме, мен де до конца айтқан, бұл жерде арал петролиум жаңағы үш түп төгуіне байланысты соған мына көгалдандыру программасы ғой енді. Бұл жерде арал петролиум үш түп екті ма, өз жеріне келсіңдер ғой да. Жоқ, мен өзіме дейгім, Жоқ, соны да беріп жатырмын. контроль ұстап шығып кетуіне ықпал, бұл жерде шығып кету сумен қамтамасыз ету керек қой. Бәрі білесіздер ғой, су болмаған жерде не болмайды. Соны контроль ұстап көгалдандыруды. Көгалашан ғой. Көгалашан ғой неғылды. Көгалашан. Ол үш-үстікті ана олай егіп тастап, ой, көгеріп болса екен, міне арал петролиум үш-үстік егіпті, міне ауыл, міне жаңа Каспий кетті де өсіп тұр ғой. Тыңдар сен тұрады. Мына сералардың бәрін ана сорып алып, аспанға дейін тазарып жатыр деп, мынау екен деп айтпаймыз ғой. Талата Ана үш-үстік деп айтып айтып берейін, соған байланысты айтып берейін. Каспий нефтіде дәл солай ағаштар шығып тұр. Ол жерде ана начальник Орамның ішінде ол. кім еді? Жоқ, енді солай егсін орам ішінде де. Жаңағыда сол ғой. Жоқ, айтайын дегенім сол мынау. Ана егілген ағашқа контроль ұстаса, сумен қамтамасыз етсе, шығады. Ол үш-жүз ағаштардың орамның ішінде анау деген Чем екі тастап, мен екі партиясы деп Стационарда айтпайды. екеудағы ағаш болады ғой. Стационарда екеудағы 300 ағаш деген қанша ағаш білесің? 100 ағаш мүмкін жерде оған. Жоқ, мысалы Каспий ұсыныстарыңыз қабылданды. Жақсы. болды. Енді сұрақ жаңағы Енді оны былай түсуге болады, мынау алып беремін деп жатқан адамдардың өзі. былай ғой. Келіп егіп, өздері суарып шығарып берсек деп деген екен. Сол мәселені қозғаған Ол өздері мойнына алсын, әңгіме жоқ. Енді олар шығара алмайды. Олар өздерінің территориясына да кетіп бақшаға. Сол жерде шығару керек. Соны шығару керек. Соны шығару керек. Ол бізге әкеп берген менің Сен водоводың жоқ қой неміз барасың. Жоқ, өздерінікін деймін. Біздер жаңа айтып отқан жаңа 300 түпті біздер ұсыныс жасап отырық. Ол өздері алмады. Қырға қанша түбі деген? Осыдан неше жыл бұрын? Мен бір жыл іші Жаңа депутат Базарбек кім еді жаңағы? қай Сол уже осы
ағаш жөнінде көтерді ғой мәселені оқып жатқан жарысында Иә, иә. қанша миллиард ақша Сол жоқ болып кеткен сол үстіп айтып тұрғанмын мен. На самом деле. вот бәрі соны нетіп жатыр Енді баяғыда сен өзің көз өзіңнің ашып алдында ана көмекбай дейтін болып осы жаққа ағаш бөліп ағаш екті. Сосын осы жапа тамырға бәрі екті былай қарай. Сосын ойладым, ой мына жақсы болды деп. Бір суат мына қайраттың машинасымен. Еще ананың айнала қоршады да, енді қоршаған ағаштадым ғой. Жаңағы ана ненің көктің жібімен бөлек ағаштар әлі тұр ана жерде. Адам бұны Сен анау тұра бер. Сосын ауылға алып келіп бәленбай мың ақша кетті. ұсынысыңыз қабылданды Талат аға. Енді жеміс ағаштарына сұраныс беріп жатырмыз. Бер айтты, жеміс ағаштарды бер, мына неге жетатыңа бер. Жаңа 300 төгіңіз сол 50 түпке келеді. Өйткені жеміс ағасы мына тереңіз 400 теңге болса, аналарыңыз 1,5 ол шаман келгенше деп отыр ғой түсіндің ба қалғаны бөтен зат алып берсін қалғаны бөтен зат. 300-де оның пландарына кіріп балабақшаға иә жеміс жидек орнына басқа зат алып берсін. Вот солай деп отырмын. Иә, соны қабылдап отырмын, дұрыс айтасыз. солай Өте орынды айтуларыңыз ескерейік. жеміс ағаштарын сосын колхознийдан емес питомниктен алу керек қой, колхознийдан алуға шықпайды ғой. Бізде ана темір лесхозынан алады. бәсе сондай питомниктен алу ал енді жігіттер мынау біздер сіздер нефтяник болғасын мынау біз енді ауыл ештеңе жоқ қой көріп отырсыңдар зейнеткер біздерде сосын школ міне садик ал сосын мынау амбулаториямыз бар екібастан бөтен бұнда біреу келетін ештеңе жоқ біздікі тек алақан жайып сұрау мұнай айналамыздан шығып жатқасын ал енді мына халыққа сұрайтынымыз қолдан келген көмектеріңді беру айқай ана мынада қажет жоқ Қазақ балдарысында. иә келісіп Шамалысы да әкімшілікпен көрсетіп біз әкімшілікке айтайық мінекей қаулы қабылдайды соны барларынша орындасаңдар бізге бөтен ештеңе керек жоқ келесі келгенде біз тартпаймыз деп айтпаймыз анауды айтпаймыз бірақ жаңағыдай қылайық келесі келгенде спокойно келесің. Міне аға, мынандай алма ағасын бердім, мынандай ектік, мынандай бүйттік. Ал екіншіге көшейік онда. Ұзамай келесің ғой. Міне қазір осында да ана мусорды қай жерге қаяққа төгетіндерін білмейді. Адресіне тапсырамыз деп екінші Мейрамбек мынаны жауып жіберді мүмкін. Иә. шығып кете берсін. жақсы, онда бірінші не бойынша қоғамдық тыңдау тыңдалынды. Қоғамдық тыңдауға қарсылық жоқ қой да ешкімде. жоқ Ұсыныстарыңыз жақсы, онда бір ауыздан қабылданды. Онда екінші мәселеге көшейік. Бірінші не бойынша аяқталды, тамамдалды. Екінші северный учаскесінде жер қойнауын пайдаланудың салдарын жою жобасын қоршаған ортаны қорғау бөлімі. Мастой тұрыз. Бұл бойынша санкция біздерде кімді тағайындайды? северный қайда қаяқ деп Өзімді ұсынамын. Осы бізде қалада Ақтөбе Негри деген институт бар, ғылыми зерттеу институты. Оның экологы боламын. Өзімді хатшы ретінде ұсынамын, қарсы болсаңыз, ары қарай жалғастыра берейін. Аха. Енді біз қысқаша түсіндіріп өтейін. Кеңгірей дейді ме ана? қазір ол шығарып жатыр Қазақша аттар құрып қалды ма? Неге кеңгірей? мыналар отыршы мына Екінші жоба ол негізі өндіріске қатысы жоқ, мына бөлек тұрған үш ұңғыма олар консервация тұрған. Оны енді оларды жою жұмыстары болып табылады. қай жер ол Ликвидация. Қазір қатынасымыз түсіндіреді бәрін нақтылап. ликвидация дейтін Иә, ликвидация жұмыстары, ол жою. Ол не емес, занарт емес, ликвидация жұмыстары. Жауып тастау керек. Ол уже консервация тұрған ұңғымалар. Аха, сол айтайын деген. Үкіметке тапсыруға сосын. 2006 жылы қазылған ұңғыма ғой, соны жауып тастады. ол жер жоқ дейді Қазір барлығы сейіс тұр ма? Сейіс тұр бізде. Жоқ, жауып тастаймыз соны. Бізде контракт бітіп Болды, қалған. болды. Онда Қай жерде қылады? Жоғарыда Мына саған 316 бар ғой мына жақта. сіз төраға ретінде өзіңіз не істейсіз ғой? Ар жақта 300 Жаңа айтқан ғой, төраға ретінде өзім заңнама секілді өзім ойлаймын. Хатшы ретінде жаңа Ануарбек әріптесім. Олай болса баяндамашыға сөз берейін. Аты жөніңізді таныстырып өзіңіз. Менің есімім Айгерім. хаттар сөйлеу керек сен құлақтың мүкірді бір үлкен кісілердің Апчук Негри.
Бүгінгі қоғамдық тыңдау Северный учаскесінде жер қойнауын пайдаланудың салдарын жою жобасына қоршаған ортаны қорғау бөлімі. 2021 жылғы 2 қаңтардағы номер 406 КРЗ Қазақстан Республикасының экологиялық кодексі қоғамдық тыңдауларды өткізу. Мемлекеттік экологиялық сараптама жүргізу процесінде қоғамдық тыңдаулар өткізу міндет болып табылады. Мемлекеттік экологиялық сараптама шеңберінде қоғамдық тыңдаулар өткізу ережелеріне сәйкес өткізіледі. Әкімшілік жағынан Северный кен орны Қазақстан Республикасы Ақтөбе облысы Темір және Мұғажар ауданында орналасқан. Жұмыс аймағында ең жақын елді мекенде қалалық Темір ауылы және Жағабұлақ ауылы. Ақтөбе қаласынан солтүстікке қарай 240 шақырым қашықтықта орналасқан. Мынау карта Жағабұлақ картасын қарасаң. 300 ұңғымасынан Жағабұлақ ауылға дейін 5 шақырым, ал Жағабұлақ 303 ұңғысынан Жағабұлақ ауылына дейін 10 шақырым. Ал мынау Итасай И26 ұңғымасынан Жағабұлақ ауылына дейін 6-8 шақырым. Үшінші Кеңгияққа жақын. Темір ауданы болып тұр ғой. Қазіргі таңда 3 ұңғыма консервацияланған, 2-і Жағабұлақ ауылында және 1-і Итасай ауданында. Осыған байланысты Северный учаскесінде жер қойнауын пайдалану объектілерін жою бойынша жобаланған жұмыс көлемі Итасай И26 ұңғымасын жоюды қамтымақ отыр. Барлау жұмыстарын жүргізу кезіндегі су тұтыну көлемі, тұтынушылық техникалық су және тұрмыстық шаруашылық қажеттілерге арналған су. Барлығы 400 текше метр. Өндіріс және тұтыну қалдықтары, қалдық түрлері, пайдаланған бұрғылау ерітіндісі, пайдаланған майлар, майланған шүберектер мен қолғаптар, құрылыс қоқыстары, металл сынықтары, пайдаланған тары, қатты тұрмыстық қалдықтар, барлығы 10 тонна шығады. Атмосфералық ауа шығарындыларын азайту жөніндегі іс-шаралар. Жалпы жоба бойынша жұмыс жасау барысында қалыпты санитарлық-гигиеналық еңбек жағдайларын қалыптастыру және атмосфералық ауаға әсер етудің ең төмен деңгейін қамтамасыз ету үшін келесі алдын алу іс-шараларын жүзеге асыру қарастырылып отыр. Шаңмен күресу үшін автожолдар және жұмыс алдарында су себу. Пайдаланған газдары қолданыстағы нормалға сай келмейтін техникалар мен автокөліктерді линияға шығаруға тыйым салу. Жұмыстарды орындау барысында өрт қауіпсіздігін сақтау. Топырақ жамылғысын қорғау шаралары. Монтаждау және бөлшектеу кезінде технологиялық платформаның бетін жоспарлау. Технологиялық жабдықтарға арналған алдарына гидроизоляциялау және жағалау. Құралдары мен әдістерінің тізбесі бар төтенше жағдайларды жою шараларын әзірлеу, аумақтардан ластаушы заттардың жинау және жою. Бұрғылау жұмыстары аяқталған кейін техникалық рекультивациялау жұмыстарын жүргізу. Кен орнындағы жұмыс кезінде жұмыс істейтін персоналдың және жергілікті халықтың қауіпсіздігін және табиғи ортаны қорғауды қамтамасыз етудегі ең маңызды рөлді ережелер, нұсқаулықтар мен стандарттар жүйесі атқарады. Олардың сақталуы басшылар мен қызметкерлер үшін міндетті болып табылады. Барлық персонал жұмыс барысында қауіпсіздік және еңбекті қорғау ережелеріне сәйкес қажетті жабдықтардың барлық түрлерін орнатуға, тексеруге және техникалық қызмет көрсетуге, персоналды оқытуға және практикалық жаттығуларға басымдық беріледі. Рахмет. Жақсы. Бұны қашан бастаған деп жатыр? Жоба ғой бұл скважиналар негізі 2006 жылы қазылған ғой. Содан сухой болып шықты ғой кезінде. Сосын консервациялады. Онымен инвесторлар әрі қарай зерттейміз деп, онымен ақшасы болмапты, ақыры контракттың уақыты өтіп қалды. Сондықтан қазір мына ликвидация бар. Негізі бастау уақыты проект жасалып тұр. Енді қазір тендер өткізуіміз керек, подрядчиктауымыз керек. Соған қазір әзірлейтін уақыт. Осы мына нені общественный случай өткізіп, разрешение алуымыз керек. Институтым дейсің?
Бұл қанша тереңдіктегі? 4009 ғой, баяғыда қазылған скважина ғой. Генеш камерка. Бұны цементтеп тастаймыз. Ликвидация бар. иә ликвидация. Цемент. Ана ненің бәрін алады да. Бәрін Шақты алып, бәрін кесетін жерін кесіп, проект болып 4-5 тақпар. тумба құйып, басынан несін. Көкпектегі сияқты. енді мынада енді жазылған ғой анау жолға су себу керек дейді анандайларың істемейді ғой өтірік қой анау ішін тұрған жолға су себу Жоға ғой енді. ой істемейді ғой анау құрсын айтады вот әшейін жазу ғой анау деген өтірік Бұнда қанша адам істейді қазір әзір білмейді. Білмейміз ғой, подрядчик алғаннан кейін қандай техника болсын бәрін айтады, ақшасын шығарады. Бұл қанша уақыт жүреді дүние? 20 күнде жүреді ғой негізі. Бір скважинада. Бір скважина. Ананы снимать етеді, кеседі, қазады, нелерін бәрін тегістейді, тонды қояды, үлкейтіп жасайды. Сосын жаңағы қасында қалыптарын бәрін жинап. Ішіндегі апсатмамен бәрі қалады ғой солай да? Енді 20 метр, 50 метрге дейін. Апсатпен қалады да, түсірілген трубалар бәрін алыстайды. Сосын ана бұрынғы атылған интервалдардың бәрін олардың бәрі алынады алынады, бәрі алынады. Ояқта ондай жоқ қой көп, ояқта дым шықпады деп дым шыққан жоқ қой. газ ештеңе жоқ па? Дым жоқ ояқта. Газ да жоқ қой сонда. жоқ былай қарайды ғой оның бәрі. прездіктер нелер бар ғой, бірақ ондай Ойдарға не болған жоқ. эксплуатация жасайтындай ондай не жоқ. Оны қарайды. Новый площадь қой, новый Жаңабұлақ деген площадь, ол ашылған жоқ. Мына Восточный Жаңабұлақ ашылды да, анау ашылмай қалды. Ол ашылғанда онда новый месторождение болып ашылады. Ал енді әрі қарай сіздердің жерлеріңіз бар ғой, мысалы Каспий нефтен әрі қарай. Олар Сол жермен екі скважинамен бітеді біздікі сол жақта. Бізде ояқта жоқ. разведочный контракт қой, ол бітті. Сол үшін біз ликвидация жасап тапсырайын деп жатырмыз. Былтыр ма, осы бір не істейміз бе, басқа ештеңе жоқ жоқ, әр жағында сіздер жерлеріңіз бар, қарған жоқсыздар ғой просто. Алған Саламат, сен түсінбей отырсың, мен айтып отырмын ғой, бізде қазір тек қана Восточный Жағабұлақ осы мына жер қалды. Қалған разведочный контрактке біздің контракт неміз срогі бітіп қалды уже. Сол себепті біз ликвидация жасап үкіметке тапсырамыз. Енді бұған не айтамыз? Бұған ешкенде айтамыз, өздерің дұрыс жұмыстарды тендер келеді тендер Оны басқа недропользовательдер неден аукционнан етіп алуы мүмкін. Болашақта басқа компания келуі мүмкін, Арал Петролдің сияқты қайтадан қазуға ма? енді бірінші разведка жасайды, нетеді, қарайды ғой. Сіздер мынаны мойнына құтылу ғой тек. Оны тапсыруымыз керек. Үкіметке тапсыруымыз жоқ қайтадан. Түсінікті. темір жолдың әр жағында бар ма сіздердің жерлер? Жоқ. Казахойлардікі олар. Күнде не айтамыз? Ешкенде айтпаймыз маған енді. Білемін ғой мен. Жоқ, маған не кетсең, менде де сол Сәті болсын айтып. бар еді ғой. Жоқ, ояқта. Сол кезде маған звондаған Арал Петролдің алдында. Жоқ, ол исторический бұрын скважиндар шығар қалып қалған сол. Жоқ, по-моему, олар алынған, исследование жасаймыз деп. Бірақ соны кейін қарай қайтарғысы келіп жатыр ма, сол осы жерлеріміз ба? Ояқта жоқ. Бізде осы 302 мен 3 қой граница деймін. Иә. Сіз сұрақтарыңыз? Сұрақ жоқ. Не сұрақ қоямыз? Жауап жоқ қой бәрі. Мейрамбек саған ғой бұл кісілеріміз. Мен жаңағыдай спонсорлардан ақша бөлініп жатыр ғой. Қожасай саға деп жатсың, біздің ауылға да бір көзқараңды салып қой. Бізге детский площадка бір шағында балдар ойнайтын. Жазда қонақтарымыз келеді. Протокол кіргізеді ғой. Сондайға бізге де саға Қожасай дейміз. Ойын алаңы деген әзеке салып береді, тиімсіз ғой. Мен екі ат бала қатынап жүр комитетке. Жоқ, басқа балдар бар ғой, мектепке дейінгі балдар бар. Адамдар келеді ауылға, балдар каникулға ата жегені Қиын емес қалып береді. Айтпаса біреуін тасада қалып қоя береміз, айтып отыр, Жағабұлақ тұр дейді, әр жағында Жаркемер жазбаған. Ең спонсорский помощь Жаркемер өліп тұрған жоқ қой, 115 миллион. Кім? Газға, Қазақойл. Соны кезінде Шаңғытов айтты, бүкіл тумаларыңды көшіріп алыңдар, Сатжолға адам жетпейді, газ кірмейді деп еді. Газ кірді, оның қасында жаңа телефонда айтып отырмын. Суды да солай спонсорский. Қазақойлға әңгіме жоқ. Жаркемер жоқ, Қазақойл. Биылғы неге обязательствоға кіргіземіз онда. Ойын алаң ғой. Ойын алаңы керек. Сондай керек. Біздер деген бір елімізге деп тұрсыз азбыз деп біз сонда қала береміз ба тасада? Қала береміз ғой. Бізден
жағдайы болса көбейер. Міне балдар үйреніп жатыр шетінен. Бала көбейер. Жақсы, рахмет. Осымен онда жабық деп жариялаймыз. Бірауыздан қабылданды. Жақсы.